Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Кәмшат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаппасай деп аталатын өте дәмді, ерекше ыстық тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өзгеше, әркім әртүрлі жасайды. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қызып тұрған майымызға осылай 4 бұрыштылап турап алған етімізді салып қуырамыз. Осылай қуырып, үстіне су құйып, баяу отта етімізді пісіріп аламыз. Оған дейін қамыр илеуге кірісеміз. Жылы суымызға тұзымызды, сұйық майымызды құйып, жақсылап тұзы ерігенше араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызға осы сұйықтықты барлығын толықтай құйып, қамырымызды илеп аламыз. Бізде қамыр қаттылау болып шығады, одан қорықпай-ақ қойыңыздар. 15-20 минут өткеннен кейін тағы бір илеп аламыз. Ол салафанда тұру барысында өзі жұмсарады. 15-20 минут осылай қоя тұрып, кейін тағы илейтін боламыз. Оған дейін көкөністерімізді жуып тазалап, осылай 4 бұрышты формасында турап шығамыз. Сәбізімізді осылай турап алып, кішкене өте қатты үлкен етпей, 4 бұрыштылап турап шығамыз. Пиязымызды да дәл солай 4 бұрыштап, сақтап турап шығамыз. Картошкаларымызды сәбіздің көлемінен сәл үлкендеу етіп, 4 бұрышты етіп тураймыз. Сарымсағымызды да ұсақтап турап аламыз. Бұл тағамға сонымен қатар көкөністерден тәтті бұрыш, яғни сладкий перец қосылады. Бірақ мен бұл жолы қосуды ұмытып кеттім, сондықтан видеода ол түспеген. Егер де қосатын болсаңыз, өте дәмді болып шығады. 15 минуттай тынған қамырымызды қайтадан салафаннан шығарып, илеп аламыз. Жақсылап илеп, иін қандырып, қайтадан 15 минутқа салафанға салып қоя тұрамыз. Толықтай піскен етімізге суы тартылғаннан кейін осылай пиязымызды салып қуырамыз. Үстіне сарымсағымызды саламыз. Сәбізімізді салып қуырып, бір ас қасық көлемінде томат пастасын қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне картошкамызды салып, жақсылап араластырамыз. Татымына қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Үстіне көкөністеріміз батып тұратындай су құйып, баяу отта пісіреміз. Толықтай тынған қамырымызды жаюға кірісеміз. Менің оқтауым ұзындығы кішкентай болғандықтан мен қамырды 2-ге бөліп жайдым. Егер сіздің оқтауыңыз ұзын болатын болса, бірден осы көлемде жая берсеңіз болады. Оқтаумен жаймас бұрын ең алдымен үстелімізге ұн сеуіп, осылай қолымыздың жұдырығымен басып шығамыз. Және де жақсылап
оқтаумен жайып шығамыз. Мантының қамырын жайғандай жұқалықта жайып аламыз. Толықтай жайылған қамырымыздың үстіне сұйық майымызды құямыз. Осылай щетканың көмегімен немесе қолмен жағып шықсаңыздар болады. Осылай толықтай майлап шыққан қамырымызды қайтадан оқтауға орап аламыз және де дәл ортасынан пышақпен кесеміз. Осылай арасын ашып, бөлген қамырымызды төрт бұрышты етіп кесіп шығамыз. Дайын болған қамырларымызды мантаваркада пісіретін боламыз. Алдын ала суын қойып, қайнатып аламыз және де мантаварканың листін майлап алып, осылай толықтай салып шығамыз. Мантаваркада 20-25 минут пісіріп аламыз қамырды. Міне біздің қамырларымыз толықтай пісіп шықты. Өте оңай ашылады аралары, ешқандай да жабыспайды және де осы қамырларымызды әдемі болу үшін осылай орап, жан-жағына осылай қойып шығатын боламыз. Барлық қамырларымызды дәл осылай орап, қойып шығатын боламыз жан-жағына және де егер де кішкентай бөліктері болатын болса қамырдың ортасына қойсаңыздар болады. Дәл осылай барлық қамырды қойып шыққаннан кейін ортасына салмасын саламыз. Дастарханға ұсынар алдын осылай дөңгелектеп туралған пиязымызбен және де кез келген зелень теуіп ұсынсаңыз болады. Өте әдемі көрінеді, тәбет ашады. Мен петрушканы қолдандым, кез келген зелень жарай береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және де ерекше, жасалу жолы да ерекше. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.